Ассалаумағалейкум ағайын, қал жағдайларыңыз қалай? Үй іш бала шаға аман есен жүріп жатсыздар ма? Ал мен отандық өнім болғаннан кейін отандық жаққа қарай мынандай нәрсе жасап жатырмын. Мынау қалғандары үйдегі жатқан ағаштар үстінен чегелеп келе жатырмын. Мынаны әр қазақ жасауға болады негізі. Үстінен бүйтіп чегелей салып жатырмын. Қолда бар ғой. Қиып саған нелер ғой. Мына алюминиевый проводтар, ескі проводтар қиып. Соны чегелеп жатырмын. Салафан алдында бір түсірілімде түсіргем. Сатып алғам мына салафанды. Жыртылып ақыры төбесін осылай чегелемегеннің кесірі болды. Қателік, енді чегелеп сол керек. Біздің Алакөлде кемейді екен чегелемесең. Ол қателіктен өтіп кетеміз. Түнде жауып тастаймыз. Алла қаласа міне маған градусник қойып қоям. Алла қаласа температурасы көтерілгеннен кейін помидор егем ба деп отырмын. Маған ар жағына бұрыш. Одан мынаны толтырамын да бұған да помидор егіп тастаймын. Мына астында клюква өскен былтыр өзі шыға береді. Астын жылығаннан кейін бір тәпкімен қазып шығам ғой. Осы бізде болып жатқан жаңалық. Мені көрмегендер болса, біз Алакөлден Еңбекші деген ауыл. Осы расадан көбейтсем ба деймін, биыл. Алла қаласа қанша қолданам. Бір Аллаға аян енді тырысып жатырмын. Кішкене өз бағасында сатқанға. Бұрында да жер егіп, әке-шешем осы үйді асыраған ғой. Бір видеомда айтылған. Осы жаңалық. Менің YouTube каналымдағы көрермендер сұрап жатырды комментарияда. Соларға жауап беріп жатқан түрім. Мынаны жасауға болады, бәріңізге ұсыныс. Расадан егіп тастайсыздар, градусник қоя саласыздар, 20-ға толғанмен расадан еге беріңіз, болды. Бір шөп деп тастайсыздар, оған дейін шөп өсіп кетеді. Меніңше көреміз ғой, енді түсіріп отырам. Алла қаласа осыны өсіріп, мына жақта клубника былтыр отырғызғым, арасында өсіпкендері бар, отырғаны бар, отырмағаны бар. Биыл көбейтем. Расада біткеннен кейін расадан алып кетем де, бірақ ана жаққа дейін орын дайындап жатырмын қазір. Мына бір жерге дейін барады. Бұны да еңбегіммен немді бағалаймын да сата берем. Өтек көтерме баға ұстамаймын деп уәде беріп қойған өзіме. Осы жаңалығым. Алла тағала бәрімізге нәсіп етіп енді осындай өнім алып қуанышты сәттер көп болсын, ағайын. YouTube каналымды қолдап қойыңыздар, тіркеле кетіңіздер, тіркелмесеңіздер. Мен мынаны аяғына дейін көрсетем. Дән егуді, мына топырақты бақшадан алып келдім. Жақсы, құнары жақсы сияқты. Бірақ сонда да көң қосып жатырмын. Тамыр жуан болып, расада жақсы өседі. Көресіздер, Алла қаласа көрсетем онда. Бүгінше болса.